Құрметті Дебора Робинсон ханым, Шығыс Қазақстан өңіріне қош келдіңіз. Өздеріңізді қарсы алу біз үшін үлкен мәртебе. Біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша айтатын болсам, бұл өнеркәсібі дамыған, аграрлы, сонымен қатар өңір. And you mentioned the cooperation with the... Және сіз айтып өткендей, біздің жоспарымызда осы Ульба металлургия зауытына деген сапарымыз жобамызда бар негізінде, және жаһандық ядролық қауіпсіздік бағдарламасы аясында бізде қауіп-қатерді азайту агенттігі кейбір жұмыстарын жүргізуде. Мысалы, 2,5 миллион ақш долларынан астам қаржы салынған болатын осы ОМЗ зауытына. Бұл қаражат кәсіпорынның мысалы периметр бойынша физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жабдықтар мен материалдарды қамтамасыз етуге бағытталды. Сонымен қатар ұлттық ұланның Өскемен қаласында дағдарысқа қарсы заманауи дайындық орталығында ядролық қауіпсіздік бойынша тренинг оқу курстарын әзірлеуге және оларды өткізуге өз үлесін қосқан болатын. Риддер қаласындағы тау шаңғысын дамыту үлкен мүмкіндіктері бар. Туризмді дамытуға өте үлкен мүмкіндіктер бар. Сондай Қатон, Қарағай, Марқакөл аудандарында әлемде теңдессіз керемет табиғи сұлулығы, таза ауасы бар өңірлер. Бізді осылай жылы қабылдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Мен айтып өткендей, осы іс-сапарға келер бұрын Заречье деген жерде дем алып келдім. Заречье. Менің ақшта өзімнің тұратын жерімді еске алдым, өйткені ол жерде де таулар, өте керемет табиғат бар. Осы менің жұмыс сапарымен келіп, осындай әдемі өңіріңізде мені қарсы алғаныңыз үшін алғысымды білдіремін. And I'm glad that you mentioned... Және де сіз айтып өткендей, америкалық тарап осы өңірде америкалық тараптың қатысуымен өтетін жобалар және шаралар және келешекте сіздер қойған мақсаттарыңыз аясында қандай да бір үлесін қосатын, өзінің инвестициялық жағынан көмек көрсету жағынан басымдықтарыңызды үйренгіміз келеді.